Hoş geldinler. Bir özümden. Bayağı bir zamanda bay men kedi көрші өмір сүріпті. Олардың араздығы сондай, бір-бірін көргісі келмейді екен. Байдың үйі кең, әдемі болыпты. Іші толған алтын мен күміс екен. Ал кедейдің үйі ағаштан жасалыпты. Төбесін бұтамен жауып қора екен. Алтын мен күміс түгілі нанын әзер тауып жепті балалар. Егін оны суарып, күтіп, өз күнін өзі көріпті. Бір жылы көктемде алапат су тасқыны болады балалар. Бай алтынын көтеріп, ағаштың басына шығып кетеді. Ал кедей болса, балалар тыңдаймыз. Кедей болса, ол да ағаштың басына көтеріледі. Су тасқыны 15 күнге созылады екен балалар. Bir күні қарны ашқан бай кедейге: "Әй кедей, сен мына бір кесек алтынды ал да маған бір үзімнан берші" деді. "Жоқ, алтынын өзіне нан бере алмаймын" деп жауап береді кедей. Екінші күні бай кедейден тағы нан сұрайды балалар. "Алтынымның жартысын берейін" дейді ол бұл жолы. "Жоқ, бере алмаймын" деп бұл жолы да кедей келіспейді. Ақыры аштан өліп бара жатып, сонда асты. Балалар, халықтың арпа, бидай тас екен, алтын, күміс тас екен деген осыдан айтылған екен. Бай болса, алтынын жинапты, ал кедей болса не болыпты балалар? Еңбекқор болыпты. Ол не істеген? Егін егіпті, нан тауып жепті. Кедей аман қалыпты балалар. Сендерге ертегім ұнады ма? Әжелердің ертегісі ұнады ма? Тағы да бір ертегі айтып берейін, балалар?